Шу ауданында келесі жылы 5 қабаттан тұратын 80 пәтерлі тұрғын үй соғылмақ. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде аудан басшысы Сәкен Арубаев айтты. Шу ауданына үй кезегіне 1844 адам тіркелген екен. Аталған 80 пәтерлі үйді соғу үшін бюджеттен 2,8 миллиард қаржы бөлініпті. Мұнан бөлек асарлатып үй беру бағдарламасымен 7 отбасына баспана берілмек. Еске салайық, мемлекет басшысы 2025 жылға дейін барлық ауыл аймақтар газбен толық қамтылу керек деген еді. Аудан әкімінің сөзінше, келесі жылы ауданды көгілдір отынмен қамту үшін 129,9 миллион алдын ала республикалық бюджеттен қолдау тапқан. Биыл мынау Ақтөбе, Тасөткел, Ақсу, Оразалы, Мойынқұм, Еңбек, Жиембет осы 7 елді мекенге деп. Келесі жылға мынау елді мекендерге, ауылдарға газ тарту үшін бірінші не салу керек? Магистрал салу керек, үлкен. Келесі жылға қаражаты қаралып, 6 елді мекенге, жаңа сіз айтып отқан Балуаншолақ, Бәйдібек, Бөлтірік, Далағайнар, Шоқпар бекеттеріне, мынау Көктөбе барлығына үстінен жаңа магистрал түседі.